Сәлем қыздар, бүгін біз дәл осы видеодағыдай құймақтар дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен 3 жұмыртқа керек. Жұмыртқамыздың үстінен жарты шай қасық тұзымызды және 3 ас қасық құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен ұнымыздың жарты бөлігін салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыз түйіршік болып қалмауы керек. Араластырып болғаннан кейін, оның үстінен 1 стақан жылы сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Және ұнымыздың қалған бөлігін араластыра отырып салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын жылы суымызды құйып, араластырамыз. Соңынан 3 қасық күнбағыс майын қосамыз. Осы қосылған барлық заттарды араластырып аламыз. Сонымен біздің массамыз дайын. Енді қыздар, құймақтарымызды пісіріп алу үшін бірінші табамызды жақсылап қыздырып аламыз. Одан кейін ең алғашқысында ғана майлап аламыз. Сонан соң майлаудың қажеті жоқ. Құймағымызды осылай табамыздың барлық жеріне жеткізіп, құйып аламыз. Шет-шеттері қызарып пісе бастаған кезде зубочистканың көмегімен кішкене көтеріп шықсаңыздар болады. Одан кейін келесі бетіне аударамыз. Екінші беті бізде бірінші бетіне қарағанда тезірек піседі. Дәл осылай табамыздың барлық шетіне айналдыра жеткізе отырып пісіріп шығамыз. Міне қыздар, біздің құймақтарымыз дайын. Ас болсын.